Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде классикалық, өте дәмді және нәзік булочкалар синнабоны. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге 100 мл сүт, 2 ас қасық дрожжи, 4 ас қасық қант қажет. Барлығын араластырамыз және 10-20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міндетті түрде жылы жерде тұру керек. Оны 20 минут өткеннен кейін 1 ас қасық тұз қосамыз. Сен грамм сары май, міндетті түрде ерітілген, 2 жұмыртқа араластыру керек міндетті түрде. Және менде барлығы 500 граммдай ұн кетті. Әрине сіз өз көз мөлшеріңізге қарайсыз, себебі қамырыңыз өте жұмсақ және өте қатты болып қалмау қажет. Орташа, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Біріншінде винтикпен араластырсаңыз болады, өз ыңғайыңызға қарай. Одан кейін қолмен міндетті түрде араластырып, қамырды иілеп, 40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Отыз 40 минуттың ішінде қамыр өте жақсы көтерілді. Міне байқаңыздар, қолға жабыспайды. Енді осы қамырдан біз 4 бұрышты, яғни тік 4 бұрышты форма келтіреміз де, сол форманы булочкаға айналдырамыз. Қамырыңыз өте жұқа емес және өте қалың да емес, міне осындай болу қажет. ...250 грамм қант және 2 ас қасық корицаны қосып араластырамыз және қамырға себеміз. Форманы міндетті түрде майлап алу қажет, жабысып қалмау үшін. Және де астынан өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Қамырды теңде 2-ге, одан кейін 4-ге, 6-ға бөліп, барлығы 16 булочка шығардым. Булочканың барлығын кесіп дайындағаннан кейін міндетті түрде 10-20 минутқа формаға салып қойып қойыңыз, сонда олар өте жақсы көтеріледі. Одан кейін барып 180 градустағы дайын қызып тұрған пешіңізге 25-30 минутқа қойсаңыз болады. Ал енді креміне көшетін болсақ, менде ол қарапайым қаттық. Өз қолымыздан жасалған, міне қоюлығын, сұйықтығын көрсеңіз болады. Жалпы кішкене сұйық бізге крем керек болғандықтан аз мөлшерде сүт қостым және 2 қасық сгущенка қостым. Егер тәттіні жақсы көретін болса, онда міндетті түрде сгущенканың мөлшерін көбейтсеңіз болады.
бул таптырмас крем болуп табылат. Сол себептен міндетті түрде осы кремди жасап көрүңүздөр. Міне біздің синнабонумуз дайын. Өте әдемі және иісі хош иісті болып шықты. Корицаның арқасында ол әрине. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді кремін жақсақ болады. Барлығыңызға ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.